Тек қана емшек сүтімен тамақтандыру сәбиіңіздің иммунитетін қалыптастырудың ең жақсы көзі. Емізу бала ағзасының инфекцияға төтеп беру қабілетін едәуір арттырумен қатар, сәбиіңізді пандемия кезінде қорғайтын болады. Әсіресе туғаннан бастап 6 айға дейінгі аралық кезі. Тек қана емшек сүтімен емізу сәбиіңізге су, қоспа, шырын, басқа тағамдарды бермей, балаңыздың тек сіздің емшек сүтіңізді емуі. Ол балаңызды түрлі аурулардан қорғап, сәбидің ақыл ойы мен дене бітімінің дамуына көмектеседі. Ана мен баланың арасындағы байланысты нығайтады. Нәрестені қалай дұрыс емізу керек? Баланы емізер алдында қолыңызды жуыңыз. Балаңызды түзу етіп ұстаңыз, оның денесі анасының денесіне тақалу керек. Ал мұрны емшек ұшы деңгейде болуы тиіс. Алдымен емшегіңізді баланың ерніне тигізіңіз. Ол аузын кеңірек ашқаннан кейін сәбиді омырауыңызға жақындатыңыз. Баланы емізу кезіндегі оның дұрыс жату қалпы мынадай болады. Баланың егі анасының омырауына жанасып тұрады. Баланың аузы кеңірек ашылған, ал төменгі ерні сыртына қарай қайырылған. Емшек ареоласының басым бөлігі баланың аузының астынан емес, үстінен көрініп тұр. Сәбиіңізді жиірек және ұзағырақ емізуге тырысыңыз. Оны құшақтаңыз, оның жүзіне қараңыз және оған өз махаббатыңызды білдіріңіз. Есіңізде болсын, кез келген ана сәбиіне қанша сүт қажет болса, сонша мөлшерде бере алады.